Сәлем достар, бүгін сіздермен жұмсақ әрі дәмді болып шығатын муравейник жасайтын боламыз. Бізге бөлме температурасындағы сары май, ұн, қант, жұмыртқа, қопсытқыш қажет. Алдымен ұнымызға қопсытқыш қосып араластырып қоямыз. Енді ыдысымыздағы сары майға жұмыртқа салып, қант қосып, вилкамен араластырамыз. Үстіне бөліп ұнды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болу керек, бірақ қатты болса емес. Бізде осындай әдемі қамыр шығады. Енді осы қамырды салафанға салып, сағат жарымдай морозильникке қоямыз. Морозильниктен шыққан қамырымызды үккіштің көмегімен ұн себу арқылы өткіземіз. Бір-біріне жабысып қалмасын. Осыны 180 градуста 15 минуттай пісіреміз. Сәл беті сарғайса ала беріңіздер. Қатты күйдіріп алмаңыздар. Қатты күйген болса, ол бізде жеген кезде қатты болып шығады. Сол үшін беті сарғайса болды. Енді осыны ыдысқа салып, үстіне сгущенка, мейіз, жаңғақ, мак салып, өз қалауларыңызша араластырсаңыздар болады. Мен сгущенка қостым, бетіне мак септім. Дәмді болып шығады. Әсіресе шаймен. Жасап көріңіздер, уақытты да көп алмайды. Сіздермен болған алтын ас болсын.